Так, бүгінгі видеода мен сіздерге фильтрді қалай настройка жасау керек и фильтрдің значенияларын түсіндіретін боламын. Нені білдіреді, оны қалай білеміз, не жазамыз деген сұрақтарға бүгін жауап аласыздар. Бұл бізде личный кабинет, мына жерде рабочий кабинеттен поиск объявлений деп өтіп кетуге болады, немесе закупкадан поиск объявлений деп өтіп кетуге болады. Былай кірейік, ладно, допустим. Мына жерде бізде бұл фильтр. Мысалы, любой заттың фильтрі болады. Каспи магазиннен товар іздейсің ба, фильтр қоя аласың. Просто фильтр деген ол мың информацияның ішінен өзіңе керегін таңдап алатын, бір таңдап алуға көмектесетін бір құрылғы деуге болады. Мына жерде наименование. Мысалы, егер сен өзің нишаң болатын болса, егер конкретно бір товарды, бір работаны, бір услуганы іздегің келетін болса, соның атын жазасың. Там, допустим, видесінде принтер дейсің. Мына жерде принтерлар шығады. Чисто принтер шықпайды. Принтер деген сөз бар, объявлениялар шығады. Просто осыған автоматын таңдап береді. Ол түсінікті енді. Организатор, мына жерде бин. Допустим, мына жерде любой организацияның бини болады мына. Или өзің жатқа білу мүмкінсің, Google'дан алу мүмкінсің. Осы жерге қоясың, найти басасың. Осы организациялардың тендерлары шығады. Біткен, бітпеген. Так. Енді бұны қандай кезде қолданасыздар? Мысалы, өзінің бір мектебін бар бітіріп кеткен, или бір акимат бар қатысқың келетін бір жақсы организация бар. Солардың тендерін тауып, соларға қатыса беруіңе болады өзің қалауың бойынша. Мына жерде номер объявления. Бұл не? Бұл номер объявления, каждый тендердің өзінің объявлениясы болады, номері болады объявленияның. Бұл как ID сияқты. Мысалы, мен айтамын, мына көшіріп аламын да, там световая голова, өзім досыма жіберемін, мына қарай қойшы, мысалы, сен нишаң деймін. Ол бүйтеді, осыны алады да, мына жерге қояды, найти басады и дәл сол тендердің үстінен түседі. Ол түсінікті. Финансовый год мән бермей-ақ қойыңдар, вообще не важно. Мына жерде статус. Статус ол дейтін тендердің статусы. Бізге ЗЦП-да, қараңыздар, мен сіздерге ЗЦП үйретіп жатырмын. Бұл открытый конкурс емес, аукцион емес, там бальная система емес. Бұл просто ЗЦП, самый простой, самый обычный. ЗЦП-да сіздер всегда опубликованы прием ценовых предложений таңдайсыздар. Прием ценовых предложений таңдадыңдар. И уже найти басқан кезде бізге міне қатыса алатындар шығады. Бітіп кеткендер емес, басқа закуп емес, чисто ЗЦП міне. Запрос ценовых предложений. Және де мына жерге после закупки тоже ЗЦП таңдап жіберуге болады. Мешать етпейді. Мына жерде міне ЗЦП, открытый конкурс, второй этап конкурс, аукцион, из одного источника, закуп жилища. Бұның бәрі бір госзакуптың сайттың ішіндегі тендерлар ғой. Қазақстандағы ең мықты сайт ол госзакуп. Ең ақша көп бөлінетін основной сайт ол госзакуп. Самұрық, Мидворк, Натурк, олар дейтін второстепенные сайты. Государственный закуп осында өтеді. Мысалы, бізге 10 триллион теңге бөлінеді жыл сайында, бірақ оның бәрі ЗЦП-дан алмайсың сен. Ол 10 триллионға қатысу үшін как-то да, общая сложность сен дейтін открытый конкурс, аукцион, оның жартысы из одного кетеді, оның жартысы игерілмей кетеді. То есть, андай курс сататындар бар. Ойбай, сен 10 миллион теңге, 10 триллион теңге тендер, 10 триллион теңге бөлінді, сен қатыса аласың, ЗЦП-мен аласың дейді. ЗЦП-мен алмайсың. ЗЦП-мен бір 10% алатын шығарсың бір жылда. Это не факт, даже бірден 10-нан аз болуы мүмкін. Вот, оны түсініңіздер. Способ закупки с, мысалы, сен дейтін уже мелочьті қараған келмейді, там миллионнан бастап қараған келеді да. Онда мына жерге миллионды басасың. Миллионды басқаннан кейін саған чисто от миллиона шығады тендерлар. Вот, от миллиона шығады. Или по, допустим, сенде ақша жоқ, и ты до миллиона смотришь. Қойдың, и тебе будет до миллиона выходить. Вот. Бірақ не советую по ставить, потому что қараңыздар, кейбір тендерлар болады, мысалы 5 миллионға шығып тұрады, бірақ 10 лот, и оны бөліп тастаған, короче, 10 лоттың ішінде. И андай сен мысалы 5 миллион теңген тендер шығып тұр, 10 лотқа бөлген, и сен бір лотына қатыса аласың, миллионнан аспаған болса, там 500 мың теңге, 400 мың теңге, 300 мың теңге, сондықтан по лучше нежелательно қоюға. А то көрмей қаласыңдар сондай тендерларды. Признак закупки тоже не важно. Мына жерде активный для участия қойып қоюға болады, бірақ қоймауға да болады. Место поставки. Мысалы, мен өзім по Казахстану атсам. Егер сен шынымен ақша тапқың келсе тендерден, онда сен по Казахстану қарау керексің. Там өзінің қалаңдан қарау, запытты қарау, өзінің облысында қарау өтпейді. По мелочам жүресің, ақша табылмай, сондықтан по Казахстану смело қатыса бересің. И мен дым қоймаймын мына жерге. Егер там өзінің запыт, мысалы мен запыттан запыт деп қоятын болсам, маған чисто зап десем шығады қазір. Так, үш пробел. Так, қайменде лақтырып тастау керек. Опа, осындай моменттер болады, уже білесің ғой. Так, жылдам СЦП-мен кіріп жібереміз.
Так. Все, рекламная пауза. Кішкене кері фильтрға өтемін жылдам. Банағын бәрін қоямын. Мына жерде прием самое приложение, запрос самое приложение. Так, біз мына жерде түсіндірдім. По түсіндірдім, бейін түсіндірдім, наименование түсіндірдім, номер түсіндірдім. Енді место поставки түсіндіңдер. Егер запыттан болсаң, запытты басасың, запытты таңдайсың. И саған чисто запыттың тендерлері шығады. Мына жерде тендерде 3 бағыт болады. Товар, работа, услуга. Осы үшеуін біреуін сен таңдап қатыса аласың. Енді мен товармен қатысқаннан кейін товар таңдаймын всегда. Расширенный поиск. Енді бұл қалай? Ол датаны сен окончание приема по қоя аласың. Мысалы, маған ертеңгі бітетін тендерге қатысқым келсе, 24-ті бітетін тендерге қатысқым келсе, мен мындан 25-ін қоямын. То есть логика мынандай: бір күн алдын қоясың. 24-ті бітетін тендерді көргің келсе, 25-ін қоясың. 25-і бітетін тендерді көргің келсе, 26-ын қоясың. Вот осындай просто. Кейбір адамдар осыны түсінбейді, білмеймін. Элементарный нәрсе ғой, элементарный нәрсе. Так, фильтрді қойдық. Міне бізге ертеңге запытқа тендерлар шығып тұр. 167 объявление ЗЦП-да, и то нормально. Қатысуға болады. Жаңадан үйреніп атсаң, сен 7 мыңға кіресің, 40 мыңға кіресің, 4 мың, 31 мың, 200 мың, 300 мың, солай үйреніп аласың. Мұнда нормальныларда болады. Миллион, 8 миллион теңге шығып тұр. Ловушка деп бір нәрсе. Королева загона для диких животных, мысалы. 8 миллион теңге ЗЦП-дан нормально. ЗЦП-дан да ақша табуға болады. Міне бұл қысқаша видео фильтрді қалай настройка жасау керек. Вообще просто мынау дейтін. Сондықтан да егер сұрақ болса, комментарийға жазыңдар. Мен сразу айтайын, бұл енді тегін видео болғаннан кейін мен көбінесе WhatsApp-қа ответ бермеуім мүмкінмін. Мен WhatsApp-та өзім бір группам бар, мен курс алғандар. Мен курсты пихать етпеймін, бірақ мен конкретно айтайын, бесплатно көмектеспеймін адамдарға. Бесплатно мен тек қана видео урок бере аламын да. Қатты минусқа кіріп атса мен көмектесе аламын. О, адамгершілік бар бізде. Бірақ мен егер бесплатно консультат бола берсем, менің энергиям кетеді. Мен өзім күнде тендермен, звоноктарда отырамын. Енді адамдар дейтін критиковать етуі мүмкін. Айта салмайсың ба, бүйте салмайсың ба. Бірақ мен видеоуроктар ютубтан бесплатно берем. Біреулер сатып атқан. Бірақ мен совет, консультация каждый раз көмектесіп, сопровождать етпеймін. Менен алған адамдар, учениктарым бар, мен оларға көмектесемін. Біздің чатымыз бар, проблемаларды сол жақта талқылаймыз. Оның бәрі енді какой-то бір цена бар ғой. Бұл өмірде енді, как говорится, у всего есть своя цена деген сияқты. Бірақ мынау менен сіздерге от души бұл менен бір видео уроктар. Осыны сен өзің қарап та сен тендерден ақша таба аласың. Егер желаниең болса, курс алып негізі керек емес. Тек қана критичный случай алсаң болады. Комментарийға жазып кетіңдер сұрақтарыңды, ойларыңды, пікірлеріңді.